мына Элифті ішкелі мен дұрыс ұйықтап, дұрыс тұратын болдым. Сосын дұрыс образ жизньге әкеп қояды екен, дұрыс өмір сүруге. Элифтің өзі әкеп қояды ғой. Ерте жатқыздырады, ерте тұрасың. Мен суымды ішіп отырмын, таңғы суымды. Мына сусыз қазір мен жүре алмайтын болып қалғам ғой. Представляете, суға. Бұрын алдыма жеңгем су әкеп қоятын. Су күннің ыстығында су ішпей отыра бересің ғой да. Менде жеңгем жақсы су ішетін. Бір айланып кеп суырттай беретін тірлігін кухняда істеп отырып. Мен сол кухняда қасында отыратын ғой. Ауырып жүрген кезде часто ауылда болатын ғой, ауылға алып кететін. Қазір таңертең қалай 500 грамм суымды ішіп қоятынын білмеймін ғой. Бұрын бір су ішейікші десе, демді қоя салатындығым ғой. Болды ішпеймін деп. Оказывается, адам организмі сусыз ауырады екенсің ғой, су ішпесең. Кебеді екен ғой, ткандер, клеткалар кеуіп қалады екен ғой, сусыз да. Содан да ауырасың. Мына су біздің денемізді очистка істеп отырады екен ғой. Конечно, Элиф бізге клеткамызға витамин беріп отырады. Витаминдермен толықтырады. Витаминдермен қамтамасыз етеді. Истощение болатса организміміз осы бүкіл комплекстер осының ішінде. Бүкіл минералдар, бүкіл витаминдердің тобы, 5 түрлі высший сорттағы саңырау құлақтар, кардицепс, гонодерма, грибы чага, грибы шитаке, радиола розовая. Онке хронический аурулармен күресетін күші бар. Вот, осында шайнаймыз. Бұрын ауру дегенді білмейтін, мықты қыз едім ғой. Укол ауру дегенді білмейтін. Абдан ауру шекемізге тиген екен, қадірін білетін болдық. Негізі көпшілер осы жасқа келген кезде, орта жастан асқан кезде, орта жасқа келген кезде уже денсаулығына қарай бастайды ғой. Таңертең осы Элиф 8 дегенде ше, и кешке Акселер 8 дегенде ше. Бұл түнде емдейді ғой, түнде. Енді сіз депрессиямен ауырып жүрсеңіз, мен тағы да сіздерге қосымша 2 продукцияны ұсынар едім. Тез айыққыларыңыз келсе.